Құрметті оқырмандар, қайырлы күн. Бүгінгі сабақта сіздерге заказчиктің номерін табу жолдарын үйретеміз. Заказчиктің номері бізге заявка берер алдында тендерді зерттеу кезінде керек болады, және из одного источника, яғни EOI арқылы ұтып алған жағдайда товарды согласовать ету үшін сол кезде номерлер керек болады. Тағысын басқа жолдарда да керек болуы мүмкін. Енді поиск объявление өтейік. Мінекей бір тендерді іздеп тауып тұрсыз делік. Сол организацияның мысалға кірейік ішіне, кез келген тендердің ішіне кірдік. Осы коммунальное государственное учреждение Подховская начальная школа дейді. Осы мектептің бізге номер керек, ұялы телефоны. Оны білудің бірден бір жолы, организатор деген жердегі, мінекей организатор деген жердегі мына цифралар, бұл бейіні организацияның, яғни бейіні. Осының оң жақ батырманы басып, найти в Google дейсіздер. Мінекей организацияның атауы бірден шығады. Ішіне кіріп қарасаңыздар, астында организация туралы ақпараттар болады, және ұялы телефондары болады. Сөйтіп әрқайсысына кіріп шықсаңыздар болады, мінекей. Осылай ақпаратты Google-дан таба алсаңыз, мінекей шықты. Ұялы телефоны, осы домашний телефонға звондап, яғни госзакупщиктің номерін алып, сол кісіге түсіндіресіз. Мен осылай сіздің номеріңізді госзакуп порталынан алған едім. Сіздерде флаг шығып тұр екен. Флагты заказ берген заказчик кім екен, соның номерін бересіз бе деп, товарды согласовать етіп, качествосын, размерін бәрін келістіріп алып, кейіннен товарды жеткізгендеріңіз абзал болады. Және де тағы бір екінші жолы бар. Осы бейінді копировать етіп аласыздар да, поиск объявление басасыздар. Организатор деген жерге жаңағыны бейінді қойып, статусқа завершено дейсіздер. Сосын найти дейсіздер. Яғни осы организацияның бұрынғы өткен тендерларын іздейсіздер. Мұны бүкіл бәрі аяқталған, статус көріп тұрсаңыздар, астына түсіп бұрындағы ескі договорларын іздейсіздер. Ең астына түсейік. Мультимедиа кіреміз. Договоры батырмасына басамыз. Мұнда көрінбеген ссылка. Так, бұнда жоқ договор жасалмаған. Енді келесі организацияны қарайық. Договор. Мұнда да договор жасалмаған екен. Үстіп договор жасалған тендерін іздеп тауып аламыз. Сол арқылы номерді табатын боласыздар. Әрқайсысына кіріп, осылайынан тексеріп шықсаңыздар болады. Бір адам қатысқан екен. Бұл организацияның көп қатысушы жоқ екен бұда. Мінекей договоры. Мінекей шығып тұр. Ссылка. Өтесіздер. Договор и согласование. Өтесіздер. Ссылканы скачать етесіздер. Міне астына жазылды. Кірдіңіз. Ең астында мінекей түссеңіздер, мына төменгі жағында міне номер жазылып тұрады. Мынау, яғни заказчиктің номері, осыған звондап, анықтап бүкіл ақпаратты алуға болады. Ал мына жердегі номер бұрын товар жеткізген, соларға жұмыс орындаған организацияның номері. Сіз мынаған алып, өзіңіз толық сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Заказчиктің номерін алып, товарды согласовать етіп, жұмысты согласовать етіп, доставка туралы бүкіл ақпаратты осы номерден біле аласыздар. Бүгінгі сабақта номер алуды үйрендік. Оның екі жолы бар екен. Көрсеткендегідей. Істеріңізге сәттілік, бай қуатты болыңыздар.